Ассалаумағалейкум баршаларыңызға. Бұйырса балыққа шықтық. Таңда атырып, аман есен магазинге келдік. Анау заттар алайық деп. Ал бұйырса анау заттарымызды закуп жасап алып магазинге шықтық. Междуреченск рыбацкий усадьба деген жерге барып жатырмыз. Жанымда Шако досым бар. Өте мықты рыбак десек болады. Чисто Толстолов екеуміздікі де. Енді YouTube каналға той жайлы контенттер салып жатырмыз, ұнап жатыр халыққа. Бірақ одан бөлек те ерекшелік болсын деп арасында осындай не салайық деген ойымыз бар. Сәт сапар. Біз осы көлде отырмыз, мына көл. Ана жақта поплавоктар жатыр. Көріне ма, көрінбей ма. Демалысқа өте әдемі көл. Кораблик міндетті түрде болуы керек бұл жерде. Бұл жерде жалпы кораблик болмаса келудің вообще резон жоқ. Ой, неге балық түспейді, анау мынау деген жақын жерде мүлдем түспейді. Бұл жердің балығы строго 200, 150, 180 сондайдан түседі. Жалпы рыбацкий усадьбаға келіп жүргендер біледі, қандай жерге лақтыру керек, қанша метрге лақтыру керек екенін. Демалысқа бала шағамен келетін болсаң да өте әдемі көл, керемет. Балық түсіп жатса тағы да түсіруге тырысамыз енді. Бұйырса. Түспесе де өкінбейміз. Ең бастысы демалыс қой, әдемі демалыс деп ойлаймыз. Очкиін киіп зор болып тұр ғой. Блогер боламын дейді досым. Көл осындай. Алғашқы поклевка, достар. Не, петля тағы ошым ештеңені көріп жатқан жоқпыз. Қармақтың басын қара қалай қисайып отыр. Ана буйыққа іліп қалмадың болса? Жоқ. Буйыққа ілмеген сияқты. Қарасы буйық тартып атқан сияқты. Жоқ. Әне? Бля, буйыққа іліп қалды, ә? Іліп қалды буйыққа. Сол үшін ғой буйыққа жақындатпаш дейтін. Сіз кораблик алып қайтасың ба? В общем, әдемі бір поклевка болды. Шығарып жатқан кезде буйыққа барды да қадалды. Сонымен, в общем, поплавогымызда басқасы бәрі үзіліп, балықтың алығымен кетті. Өкінішті, но сәл-пәл кайф алып қалғанымыз да бар енді. Мынау мені бір жерімді аштып отыр. Мен болған кезде бүйтер едім, мен болған кезде сөйтер едім деп. В общем, солай, достар. Бірінші поклевка бар, пока. Нормально әйтеуір. Түртпеді, қаппады дегенмен әйтеуір түртіп кетіп жатыр. Оған да шүкір. Жаман емес. В общем, осындай нәрсемен жүрік. Шак екеуміз көлдің ортасындамыз. Бұны да бір көрейік те. Ой, зор екен мұны. Анаған қартайды, шанаған. Буйыққа ма? Иә. Шалқар досым, бұйырса поклевкасы. Адреналин. Бағана енді біреуін не қылып алдық қой енді. Бұл жол үйтпеш. Менің жолымды қайталамаш. Күту керек еді паровозикті. Қазір жүзі барынша шығарып атқан түсіруге тырсам. Қоятын стойка да жоқ екен. Ана жаққа енді қойып қайтам енді былайша. Құлақ болып кеттің, жебейін оңыз. Ондай айтқа қоғын. Долгожданный наш. Целый день ждали. Көресің бе кайфын? Кайфын көресің бе? Көріп алсың сен. Біраз көресің бәрі. Жана, неден өткізіп көрейін деген ғой, бұл неден өткен болса. Қалай? Кайф. Бұл кайфты сезіну бөлек нәрсе. Тартқан кездегі кайф, удары балықтың ұрған кәдімгі дүх. Бұны бүйтіп айту мүмкін емес. Сөзбен жеткізе алмайсың, оны чисто көру керек.
Сол кезде ғана белгі болды енді. Бағана маған бұндай бақ бұйырған еді негізі. Но белгілі себептерге байланысты шығарып алдық біз оны. Сол себепті қазірге ондай бақ менің досыма бұйырып жатыр. Кімге бұйырса да әйтеуір Аллах тағала бүгінгі бұйыртты бізге күшті бір балықты. Трофей деп жатады ғой. Шықса екен деген ниеттеміз енді. Шығарып атқан рыбактың ешқашан қабағы түйілмейді деген осы. Бәрі күліп тұрады. Кез келген. Трофей келе жатыр. Трофей. Рыбацкая усадьба. 203 сектор. 203 қоябыз. 203. 204 секторда алған болатынбыз. 203-тен бағана Покровка берді, қазір де Покровка беріп жатыр. Мне интересно, вот такой сайт. Почему? Всегда интересно. Сондай. Қай жерге келді? Міне сол жағында тұр ғой. Жоқ, қай жерге келіп тұр деген. О, жақындап тұр ғой. Әместерге көрсетсең көрінсе егер. Так, міне келе жатыр поплавок. Осы жерде келе жатыр. Балық осы жерде келе жатыр, білмеймін. Қанша килограмм? 6-7 бар. 6-7 дейді. Ауыр келе жатыр өйткені. 6-7. 6-7. Мен енді 9-12 берем. 9-10-12 дегенім 10-12 килограмм деп ойлаймын мен өзім. Қалың қармақ қой еще көрсе. Бір шетінен қуанып тұрмын, бір шетінен көре алмай тұрмын. Белый зависть деймін. Қарғамай шығарып алған. Құдай сақтасын, енді қарғау жоқ та. Әйтеуір екеуміз барған кезде біз әрқашан балыққа барсақ, Аллаға шүкір әйтеуір балықсыз қайтпайтынбыз. Екеуміздің мастеріміз сондай күшті болатын. Фрикционды не қылып? Бұлдай сәтте фрикционмен жұмыс істемесең, ол балық үзіп кетеді. Сол себепті фрикционмен балықты барынша шаршатып, асықпай жұмыс істеу керек. Сигнализаторды титылдатып үлгермегенсің, поплавокты көріп қойғансың. 160 метрде тұрған поплавок. Мынаны паровозикті негізі ойнату керек еді. Қарап, оны қалай? Шыдатпады оған, шыдатпады. Адамда сабырлық жоқ та жігіттерде. Айтпесе, каждый раз айтам бар өз. Жақын түсіп қапты жаңағы. Вот. Бір көрінді балық ана. Кім шығарса да, главный шығарсақ болды. Шүкір соған. Только ты. Либо мои мечты. Жаға кет қой досым. Кете берсін, жаға кеткен. Бойырақ алын қарасыш. Ой, келеді ғой. Планктон Нұрлан көбодин. Нұрлан ағаның планктонын көріп походу. Алькаты. Yes! Молодцы. Қанша килограмм? Сен жаңа 6-7 дедің ба? 6-7 деді, мен 10-12 дегем. Қана? 9 килограмм. Не тебе, не мне деді ғой, короче. 9 килограмм шықты. Біріншісі негіз 9-12 деген. Сондай қылған сәттілік.